Сәлем барша менің YouTube каналымның көрермендері. Мен сіздермен тағы да бір қауышып отқаныма өте қуаныштымын. Бүгін енді мен эрозия, миома, киста деген аурулардың себептеріне қоса тағы да бір оның бір емделу жолдары, себептері туралы бүгінгі видеомда айтатын боламын. Басқа каналға ауысып кетпеңіз, лайк қойыңыз. Менің каналыма тіркеліңіз, егерден жаңадан қарап жатқан адам болатын болсаңыз. Мен өзімнің каналымның статистикасына қарап отырсам, мені тек қана Қазақстанда емес, сонымен қоса Өзбекстанда, Қырғызстаннан қарайтын көрермендер бар екен. Мен сіздерге көп рахметімді айтамын. Әрине, менің каналымды өзім сияқты қарапайым ауылдың адамдары қарайтынына мен көзім жетті. Сондықтан да тағы да бір осы миома, киста деген әйел адамға қатысты аурулардан шешім таба алмай жүрген адамдар болатын болса, соларға мен өзімнің бүгін бір білетін тағы да бір жайттарымен бөліскенді жөн көрдім. Әрине, ең біріншіден ауру ол адамның психологиясына байланысты. Яғни ең бірінші ауру адамға реніштен туады. Менің осы каналымдағы басқа бір видеоларымды түгел толық қарап шығатын болсаңыз, сіздер бір жіптің ұшын ұстайсыздар. Былайша айтқанда, соның бәрін толық тыңдап түсінетін болсаңыздар, яғни сіздің бойыңыздағы реніштің себептерін табатын боласыз. Ол реніштің бос реніш екенін түсінетін боласыз. Сондықтан да мен өзімнің каналымдағы барлық каналдар бойынша мына өлгеннен кейін қайта тірілу, күйеуіңді қайта туып ал, өмірде кінәлілер жоқ деген менің видеоларым бар. Соның барлығында қарап шығыңыз, ерінбеңіз, соның барлығында тыңдаңыз. Соны тыңдаған кезде сіздің ішіңіздегі көп сұраққа жауап табылады. Енді жатыр бұл әйел адамдарда көбіне ер адамдарға немесе әкесіне деген реніштен болады. Мүмкін сіз қазір күйеуіңіз жақсы шығар, мүмкін сіз әкеңізге ешқандай да ренішіңіз жоқ шығар. Бірақ та бізде қазір бұрын енді бұл тақырып көп айтылған жоқ. Жалпы қазір уже айтылып жатыр, яғни адамдардың ғұмырдан кейін ғұмыр болатыны, өмірден кейін өмір болатындығы туралы ашық айтылып жатыр. Яғни ошибка прошлых воплощений дейді оны да. Яғни сіздің бұл ғұмырда болмаса да баяғы ғұмырыңызда жіберген қателіктеріңіз, сол кездегі ренішіңіз сіздің энергетикалық қабатыңызда жазылып қалады да, сол осы ғұмырда да сізбен бірге жүреді. Яғни сіздің кез келген қай ғұмырда да адаммен ренжіскен ситуацияңызды сіз өзіңіз шешпей, оны қазір психологияда проработка деп айтады. Мысалы, білімді осының жағдайдың бәрін түсінген адамдар қазір проработка жасаймыз деп жатады. Психологтарға барып жатады проработка деп. Міне бұның барлығы да бекерден бекер емес. Яғни бойдағы артық ойды, артық ренішті, ыза, кекті барлығында проработка жасау арқылы кетіруге болады. Яғни психологиялық тұрғыда психологпен жұмыс жасай отырып, біз аурудан арылуға толық мүмкіндігіміз бар. Жалпы адам жан, тән, рухтан тұрады. Сол айтқандай, ауру физиологиялық тәнде болады. Сонымен қоса, оны жан арқылы да емдеуге болады. Ол үшін рухыңды шыңдауың керек. Міне қазіргі уақыт бұл біздің өзімізбен өзіміз бетпе-бет келіп бойымызды тазартатын. Одан кейін біздерде мына родология дейді, яғни өзіміздің әулетіміздің, өзіміздің тегіміздегі жатқан көптеген проблемаларды біз проработка жасап шешуге толықтай мүмкіндігіміз бар. Сондықтан да ойланыңыз, кімге ренжіп жүрсіз? Кімге кектеніп жүрсіз? Өз өміріңізді өзіңіз қолыңызға алыңыз, жауапкершілік алыңыз. Ренжіп жүрген адамдарың болатын болса, кешіріңіздер. Біз мына өмірге жалпы кешіру үшін келгенбіз, кешірілу үшін келгенбіз.
Енді мен осы видеомда өзім жақында бір мына инстаграмнан йога молодости деген каналды тауып алдым. Мен мына миома кистасы бар адамдарға тек қана больницадағы емдермен емес, сонымен қоса мына йоганың көптеген жаттығуларын жасау арқылы да емделуге болатындығы жөнінде айтқым келеді. Инстаграмға кіріп йога молодости деген канал табыңыздар. Мен өзімнің осы видеомның астында оның сілтемесін жіберем. Былайша айтқанда, ол каналды жүргізетін әйел адамның ешқандай да бір артық әңгімесі жоқ, дайын көптеген жаттығуларды салған. Сол жаттығуларды жасау арқылы да сол аурудан арылуға болады. Яғни сіздер еммен қоса жаттығулар жасау арқылы да емделуге толық мүмкіндіктеріңіз бар. Мен енді өз басым көбіне салмағымды қадағалап жүретін адаммын. Соның барысында осы йоганың жаттығуларын жасау арқылы мен салмақ тастауға болатынына көзім жетті. Себебі өзімде ісік, салмақ деген азғантай бір нәрселер бар еді. Соның барлығының да кеткеніне көзім жетті. Жалпы мен өз басым йога деген жаттығулардың құдіретін сезініп жүрген адаммын. Сондықтан да егерде сіз емделіп жүрген болатын болсаңыз, дәл қазіргі сәтте осы ауру жүрген болатын болсаңыз, осы емделумен қоса осы инстаграмға тіркеліп қойыңыздар да соның жаттығуларын жасаңыздар. Маған былайша айтқанда бұл каналдың берері жоқ. Мен тек қана осы оқырмандарға пайдалы болсыншы деп осыны айтып жатырмын. Ссылкасын видеоның астында қалдырамын. Міндетті түрде тіркеліңіздер, көріңіздер. Әрине, оның курстарында сатып алуға болады, бірақ дегенмен де оның курстарын сатып алмай-ақ, соны әрбір историясында берілген, қысқа постларында берілген жаттығуларды жасау арқылы да үлкен нәтижеге шығуға болады. Сондықтан да ауырдым деп өзіңізді жоғалтып алмаңыз. Ауру бұл тек қана адамдарға Алла тағаланың жіберіп атқан сигналы. Яғни сенің бұл ауруың арқылы мен сенің көптеген күнәларыңды кешіремін, және де мен сені жоғары, жақсы, үлкен белеске көтеремін деген сөз. Жалпы Құранда айтады ғой өзіміздің, кез келген ауыртпалықтың артында үлкен сый тұр дейді. Сондықтан да өмірді жақсы көріңіз. Ауру беру арқылы Алла тағала сізді алып кетуге келген ештеңесі жоқ. Ол тек қана сізді тазартып жатыр. Міне, сізде осындай ұғым болу керек. Сізде осындай установка болу керек. Яғни, мен тазарып жатырмын. Менің осы ауруымнан жазылғаннан кейін менің жолым басқаша ашылады. Менің өмірім басқаша болады деген сіздің ішкі сеніміңіз болу керек. Әрине, ең біріншіден өмірді сүю керек. Өмірді кәдімгі сүйем деп айту керек. Керек па? Айту керек. Өмір, мен сені сүйемін. Мен өмір сүргім келеді. Сөйлесіңіз, Алла тағаламен сөйлесіңіз. Алла тағала осы ауру арқылы не айтқың келеді? Мен нені дұрыс жасамай жатырмын? Мен нені дұрыстайын, нені реттейін? Мен өмірді сүйемін. Менің балам бар, менің отбасым бар. Мен ол отбасыма керекпін. Менің жоспарларым бар алдымда. Мен сол жоспарларымды іске асырғым келеді деп Алламен сөйлесетін болсаңыз, Алла міндетті түрде сізге жауап береді. Яғни жауап береді дегенде көңіліңізге керекті ойды құяды, бойыңызға күш жігер береді. Міне, сондай сигналдарды дер кезінде қабылдап үйренуіміз керек екен. Енді мен видеомды аяқтаймын. Осы жерде тағы да айта кетейін, йога молодости деген инстаграм каналға тіркеліп, өзіңізге керекті жаттығуларды жасап, жазылып кетулеріңізге тілектеспін. Айтпақшы, мен осы алдында мына миома киста ауруларына ем болатын Вышмал компаниясының гельдері туралы да айтқан болатынмын. Осы гельді де
қолданыңыздар. Мен телефон номерімді қалдырдым. Егер де алыс жақтағы адамдар болатын болсаңыздар, мен сізге почта арқылы салып жіберемін. Бұл өнімдер сөзсіз керемет. Егер оған ешқандай да күмәніңіз болмасын. Мен өзім осы гельдермен айналысып келе жатқаныма 3 айдай уақыт болды. Мен 3 айда көптеген жақсы нәтижелерді кездестірдім. Өзім осы өнімді сатқан адамдардың алған нәтижесін мен жақсы білемін. Сондықтан да мен өзім айтып тұрған осы өніміме өзім сенемін, және де сіздерге де осы өнімді пайдаланыңыздар деп кеңес беремін. Әрине, өздеріңіздің ойларыңызды комментарийде қалдырыңыздар, қандай сұрақтарыңыз бар қойыңыздар, байланысып отырайық каналда. Маған сұрақ қойсаңыздар, мен сол сұрақ бойынша каналымды жүргізіп отырсам, маған оңай болады. Сіздермен бірге Ақмоншақ ой дизайнері. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.